Неге сонша қинап жатыр екен бұл атты? Тұрақта жылқы! Абайлаңдар, оған зиян келтірмеңдер. Бір күні бір қыз ата-анасымен бірге үлкен қаладан кішкентай ауылға көшіп келді. Қыз көліктің терезесінен сыртқа қарап үнсіз отырды. Оған жаңа жер жат көрінді, жүрегі көңілсіз еді. Менің ауылға барғым келмейді. Әкесі, ол жақта бәрі керемет, саған ұнайды. Қандай бір түрлі жер. Қызым, тамақ іш. Жоқ, мен тамақ ішпеймін. Қызым, күте тұр. Қайда барасың? Мына дауыс қайдан шығып жатыр? Барып көрейін. Неге сонша қинап жатыр екен бұл атты? Тұрақта жылқы! Абайлаңдар, оған зиян келтірмеңдер. Өздері білсін, менің не шаруам бар бұларда. Ауылда адамдарда бір түрлі екен. Неге қинай берді екен бұл атты? Жаттығу жасапты. Бірақ ол шаршап тұр ғой. Көп ұзамай бітеді. Мына алманы жеші, мен саған тиіспеймін. Екеуміз дос болайық. Жарайсың. Айттым саған, керемет дос боламыз деп. Желмен бірге шаптық біз, қанат қаққандай көңіл, дала бізге дос болып тұр. Шабайық досым, тоқтама, ашық аспан шақырады, гүлдер тербеліп, құстарын салып. Сонда, сенің отбасың бар ма? Қандай керемет! Ертең тағы келемін. Керемет, күн өткіземіз тағы да. Анашым, мен керемет дос таптым. Сондай жақсы жаңалық. Иә, өте керемет. Оның да өз отбасы бар екен. Анасын, бауырларын сағынатын шығар. Не істесем екен? Ал досым, керемет күн өткізуге кеттік. Күлкі мен шаттық жүректе, әр сәт жаңа бір оқиға. Орманға, өз отбасыңа орал, досым. Еркін болсын, кең даланың еркесі. Мен сені ешқашан ұмытпаймын. Ұмытылмас досым.